КСРО кезінде миллиондаған жас балалар мектептерде «Ленин біздің атамыз, Ленин біздің бабамыз» деген өлеңді оқып өсті. Әр жылы таңертең Лениннің туған күніне орай оқулар өткізілген. Оның құрметіне мыңдаған өлеңдер жазылған. Тіпті оның өмірі мен еңбектері туралы кинофильмдер түсірілген. Шынында пролетариат дәуірінде ол тек КСРО мен бүкіл әлем тарихында ең мейірімді және әділ басшылардың бірі ретінде есептелді. Лениннің толық аты Владимир Ильич Ульянов. Ол 1870 жылы Ресейдің Сибирск қаласында дүниеге келген. Әкесі мектеп білімін қадағалайтын инспектор, ал анасы мұғалім болып жұмыс істеген. Ульянов мектепте жақсы бағалармен оқып, есте сақтау қабілеті мықты, тәртіпті және білімге құштар болған. Лениннің жасөспірім кезінде оның ағасы Александр патша үкіметіне қарсы халықты ұйымдастырып, көтеріліс жасап, Александр екіншіге қастандық жасаған. Осы ісі үшін оны өлім жазасына кескен. Бұл оқиға Лениннің тарихи жадында терең із қалдырған және оның дүниетанымын түбегейлі өзгерткен. Сол уақыттан бастап Ульяновтың революциялық қызметі басталады. 1877 жылдың күзінде Ленин Қазан университетінің заң факультетіне түседі. Бірақ 3 ай ішінде студенттердің заңсыз жиналыстарын ұйымдастырып, оқудан шығарылады. Қазан университетінен шығарылғаннан кейін ол деревнядағы атасының үйіне қуғындалады. Біраз уақыт өткеннен кейін Қазан қаласына қайтуға рұқсат алады, бірақ университетке қайта қабылданбайды. Кейін дәрігерлік мамандықты меңгергеннен кейін ол революциялық саяси әдебиеттерді зерттеуді бастайды. Әсіресе оған Карл Маркстың «Капитал» еңбегі қатты әсер етеді. Жасөспірім кезінде ол отбасымен Самараға көшіп кетеді және сол жерде қайтадан заң факультетіне оқуға түседі. Белгілі бір уақыт аралығында адвокат болып жұмыс істейді. 1895 жылы Ленин Еуропа бойынша саяхат жасайды. Сол кезде ол Франциядағы социалистік қозғалыстың белгілі өкілдерімен кездесу өткізеді. Отанына оралған соң Ленин өзімен бір топ пікірталас адамдармен бірге жұмысшылар таптарының азаттығы үшін күресті белсенді түрде жүргізеді. Ол автократияға қарсы күрес мәселелерін жариялай бастайды. Мұндай әрекеттері үшін Ленин 1 жылдан астам уақытқа қамалып, жаңа Феврал губерниясына жер аударылады. 3 жылдық жер аударылу 1909 жылға дейін созылады. Жер аударылудан оралған соң Ленин 3 жыл бойы Франция мен Батыс Еуропадағы бөлініп кеткен ресейлік маркстік топтарды біріктіру үшін жұмыс істейді және Искра, Заря атты газеттерді шығарады. Сол кезде алғаш рет өзінің мақалаларында Ленин деген қайраткерлік атын қолданады. 1918 жылы Ресейдегі барлық социал-демократиялық топтар Ресей социал-демократиялық жұмысшы партиясы деп аталатын бір партияға бірікті. 1918 жылдан бастап осы партияны басқаруды большевиктер ағымы қолға алады. Большевиктер Ресейде жекеменшікке мүлдем рұқсат бермейтін, қоғам мүшелері үстем және езілген деп бөлінбейтін, мемлекеттік билік негізінен жұмысшы таптың қолында болатын, барлық меншік мемлекетке тиесілі болатын қоғамды құруды мақсат етеді. Сонымен қатар экономика негізінен ауыл шаруашылығына бағытталғанымен ел өнеркәсіп өндірісі бойынша әлемде 5-ші орында тұрған. Алайда соғыс салдарынан жағдай күрт өзгереді. 1925 жылдың ақпан айында Астана Петроград қаласында нан мен ұнның жетіспеушілігі салдарынан адамдар 2 нан үшін сағаттап кезекте тұрған. Сонымен бірге соғыс нәтижесінде көптеген зауыттар мен фабрикалар өз жұмысын тоқтатқан. Жұмыссыз, аш қалған қала тұрғындары наразылық білдіре бастайды. Бұл адамдар арасында наразылық көңіл күйін туғызады. 19 ақпанда жұмыссыз және аш қала тұрғындары император сарайына қарай бет алады. Сол кезде император Николай II өз әскерін көру үшін Петроградтан 700 шақырым қашықтықтағы Могилев қаласына кеткен болатын. Петроградта ереуілге шыққан адамдардың саны 300 мыңға жетеді. Полиция наразылықты тоқтата алмайды. Ал әскерлері халықтың жолын бөгеп, адамдарға күш қолданғысы келмейді. 1907 жылдың 28 ақпанында билікті уақытша үкімет алады. Ресейде 300 жылдан астам уақыт билік жүргізген Романовтар әулеті тақтан тайдырылады. Революция нәтижесінде екі билік пайда болады. Біріншісі буржуазиялық партия өкілдерінен құралған Александр Керенский басқарған уақытша үкімет, ал екіншісі Петроград қаласындағы жұмысшылар, шаруалар және әскерлері қолындағы билік.
Большевиктер уақытша үкіметке қарсы әрекеттерді жалғастыруға шешім қабылдайды. 1917 жылдың 3 маусымында олардың алғашқы шабуылы басталады, алайда ол ауыр жеңіліспен аяқталады. Ленин Петроградтағы жағдайды пайдаланып, халықты жаппай митингілерге үгіттейді. 1917 жылдың 4 шілдесінде наразылық акциялары басталады. Оған 500 мыңнан астам адам қатысады. Наразылық білдірушілер уақытша үкіметтің отставкаға кетуін және биліктің толықтай советтерге берілуін талап етеді. 1916 жылдың қазан айында большевиктер мен олардың одақтастары өз жоспары бойынша әрекетке көшеді. 18 қазанда Петроград гарнизоны уақытша үкіметке бағынбайтынын жариялайды және советтерді заңды билік ретінде мойындайды. 24 қазанда әскерилер Петроградтың маңызды нүктелері, темір жол станциялары, көпірлер, банктер, телеграф, пошта бөлімдері мен электр станцияларын басып алады. Осылайша 1917 жылдың 24 қазанында жұмыссыз әскери қызметкерлер мен шаруаларға үндеу жарияланады. Онда уақытша үкімет құлатылғаны және билік толықтай жұмысшылар мен шаруалар қолына өткендігі айтылады. Ленин басшылық етіп, халықты кеңестер арқылы басқаруды бастайды. Билікті өз қолына алғаннан кейін Ленин патша мен оның отбасы мүшелерін жоюға жасырын түрде бұйрық береді. Нәтижесінде император Николай II, оның әйелі Александра Федоровна, қыздары Ольга, Татьяна, Мария және 3 жасар мұрагері Алексей сарай жертөлесіне түсіріліп, қатыгездікпен атып тасталады. Тарихи деректерде Лениннің немістермен терең байланыстары туралы айтылады. 1917 жылдың басында Германия екі майданда соғыс жүргізуге қиындыққа душар болды. Император Вильгельм II басқарған үкімет қысымды азайту үшін Ресейді Бірінші дүниежүзілік соғыстан шығару жоспарын жасай бастады. Ресейде революция басталған кезде Ульянов Швейцарияда эмиграцияда тұрған еді. 1917 жылдың сәуір айында ол Германия арқылы Ресейге оралады. Бұл оның беделін күшейтті. Елді басқару кезінде уақытша үкімет оны неміс тыңшысы деп жариялайды. Кейбір деректерге қарағанда құпия келісім бойынша Ленин және большевиктер партиясының басшылары Ресейге барып билікті қолға алып, елді Бірінші дүниежүзілік соғыстан шығару керек болды. 1918 жылдың 2 наурызында Брест қаласында Германия мен Ресей арасында бейбітшілік келісімі жасалды. Келісім шарттары Ресей үшін өте ауыр болды. Келісімге сәйкес Ресей көршілерін толық демобилизациялап, әскери флотын порттарға қайтаруға міндетті болды. Сонымен қатар Ресей Балтық жағалауындағы елдерді Польша, Финляндия және Украина жерлерінен бас тартты. Украина мен Финляндия тәуелсіз мемлекеттер ретінде танылды. Кавказдағы Карс, Ардахан және Батуми Түркияға берілді. Брест бейбітшілігі 1918 жылдың 12 қарашасында Германияда революция болғаннан кейін кеңес үкіметі тарапынан күшін жойды. 1923 жылы Фанни Каплан деген анархист әйел Ленинградта Ленинге оқ атқанымен оны өлтіре алмайды. Сол оқиғадан кейін пролетариат данышпаны өз денсаулығынан айырылып, ол саяси қызметтен біртіндеп шегіне бастайды. Кезең-кезеңмен бірнеше рет инсультқа ұшырап, сөйлеу және қозғалу қабілетінен айырылады. 1924 жылы Ленин денсаулығынан тойлық айырылған, тіпті арбада отыруға мәжбүр болды. Сол жылы 24 қаңтарда мидың қан кетуінен қайтыс болды. Ленин елде жүргізілген қызыл террор саясатының бастамашысы және негізгі ұйымдастырушыларының бірі болды. Ол жаппай террорды бастап, өзіне бағынбағандарды атуға, сенімсіз адамдарды концлагерлерге жіберуге бұйрық берген. Мемлекеттік қызметкерлерді өлтіруді ынталандырған. Оның билік құрған кезінде тонау, тоқырау әрекеттері кеңінен тараған. Ленин елде әскери коммунизм саясатын енгізіп, артықшылыққа ие болған азаматтардың үйі мен мүлкін тәркілеуге бастамашы болған. Ірі мүлік иелерінің меншігі алынған, ал шағын кәсіпкерлердің шеберханаларда тәркіленген. 1921-1922 жылдары Лениннің бастамасымен халықтан азық-түлік алынуы салдарынан 5 миллионнан астам адам аштықтан қаза тапқан. Ленин билік құрған кезінде көптеген орыс зиялылары елден кетуге мәжбүр болды. Сот жүйесі жаппай атуға үкім шығара бастады. Соның нәтижесінде миллиондаған адам құрбан болған. 1922 жылы Лениннің басшылығымен Қызыл армия құрылып, СССР деп аталған жаңа мемлекет пайда болды.
Дәл осы кезде кеңестік билік тарапынан Түркістан халықтарының ежелгі бірлігі мен тұтастығы әлсірету мақсатында оларды бөлу саясаты жүргізіле бастады. 1920 жылғы 13 маусымда Түркістан комиссиясының шешім жобасын Лениннің өзі қарап, Түркістанды бірнеше бөлікке бөліп тастау және оларды бір-бірінен ажырату қажеттігі жөнінде арнайы нұсқау берген айтылады. Соның нәтижесінде жаңа шекаралар белгіленіп, аймақ мемлекеттері арасында келіспеушіліктер туындады. Бір халықтың тарихи мекені бірнеше әкімшілік аумаққа бөлініп, бұл өзара шиеленістерге жол ашты. Бұл саясаттың салдары КСРО ыдырағаннан кейін де байқалды. Саяси шекаралары халықтардың ара-жігін алшақтатты. Шекараларды белгілеу кезінде табиғи су айдындары ескерілмегендіктен, тәуелсіздік алғаннан кейін су ресурстарын басқару мен бөлісу мәселесінде қиындықтар туындатты. Өзбек және тәжік, қырғыз этникалық топтары аралас қоныстанған аумақтардың әдейі әртүрлі республикалар құрамына енгізілуі жасанды қақтығыстарға себеп болып, ғасырлар бойы ағайын болып келген халықтар арасында түсініспеушіліктер туындады. Қорытындылай айтқанда, КСРО дәуірінде Лениннің көзқарастары абсолюттендіріліп, оның қызметі мен жеке тұлғасы дәріптелді. Оған сыни көзқараспен қаралғандар қуғынға ұшырады. Алайда Ресейден шетелге кеткен көптеген зиялылар сол кездің өзінде-ақ оның коммунизм құру жоспарының утопиялық екенін түсінді. 20 ғасырдың 80 жылдарының соңы мен 90 жылдарының басында Шығыс Еуропа елдерінде социалистік жүйенің күйреуі және КСРО-ның ыдырауы нәтижесінде Лениннің теориялық әлсіз тұстары айқын көрінді. Тәуелсіздік алғаннан кейін бұрынғы кеңестік елдерде оның аты берілген көшелер мен даңғылдар қайта аталып, ескерткіштері алынып тасталды. Ленин тұлғасын дәріптеу тоқтатылды.